Қиын жағдайға тап болып, борышын өтей алмай жүрген қазақстандықтар төлемді кейінге шегеруге мүмкіндік алып отыр. Демек, адам жұмысқа орналасып, несиесін өтеуге жеткілікті табыс таба бастағанда төлемге қайта кіріспек. Бұл бастама микрокредиттер нарығын реттеп, халықтың қаржы жүктемесін азайту мақсатында іске асырылады. Әрі қаржы қауымдастықтары мұндай әрекетке амалсыз барып отырған секілді. Себебі президент миллиондаған халық бір кредитін жабу үшін тағы бірін алуға мәжбүр деп мәлімдеген еді. Ал алдағы уақытта тағы қандай жеңілдіктер болады, нарықты реттеу үшін талаптар күшейтіле ме? Нұрболат Жаңабекұлы айтып береді. Соңғы жылдары проблемалық кредиттердің көбейгені жасырын емес. Ал 2 жыл ішінде онлайн несиеге қатысты алаяқтық деректері еселеп артты десек қателеспейміз. Оған бірнеше фактор әсер етті. Мәселен, жаңбырдан кейінгі саңғырауқұлақтай қаптаған қаржы ұйымдары кісінің түрі түсіне қарамай қаржы жүктемесін тексермей сұрағанын берді. Себебі микроқаржы ұйымдары үшін аз күнге жоғары ставкамен берілетін несиелер пайдалырақ болғандай. Әрі олар тұтынушы туралы ақпаратқа уақытылы қол жеткізе алған жоқ. Кейін жағдай ушықты. Ел бір несиені жабу үшін тағы бірін алды. Депутаттар болса, онлайн кредит беру жүйесіне қатысты сұрақ көптігін айтып мәселе көтерді. Сөйтіп, қаржы нарығын реттеу агенттігі мен қаржы қауымдастықтары бірлесіп ахуалды тұрақтандыруға кіріскен. Соның нәтижесінде проблемалық қарыз алушылар саны 3,5 есеге төмендепті. Демек, берешегін төлемегеніне 90 күннен асқан борышкерлер саны 496 мыңнан 140 мыңға дейін азайған. Ал қарызды ішінара кешіруге 2 миллиард 185 миллион теңге жұмсалыпты. Около 292 мыңнан астам борышкер бұл мүмкіндікке ие болып отыр. Бұл жерде мемлекет қаражаты қолданылған жоқ. Тек микроқаржы ұйымдары өз қаражаттарына ішінара кешірім жасап, тұтынушылар үшін тиімді жеңілдетілген әдіс ұсынды. Әрі заңға өзгеріс енгізіліп, артық төлемнің жалпы сомасы 2 есеге төмендетілді. Ал күрделі өмірлік жағдайларға тап болған борышкерлер төлем мерзімін кейінге қалдыра алады. Мамандар қарыз беру қарқынын төмендетіп, мерзім өткен берешекті қысқартуды басты мақсат еттік деді. Әрі қазіргі шектеулер нарықты реттеу үшін жеткілікті деп санайды. Bir жағынан реттей алмаса, нарықтың жабылып қалатыны, қауымдастық өкілдерін қажетті деңгейде ынталандырып отыр екен. Сонымен қатар қазір алаяқтық деректері де айтарлықтай азайыпты. Ал жыл соңына дейін қарыздар коллекторлық ұйымдарға сатылмайды. Қазір барлық микроқаржы ұйымдарында тексеріс күшейтілген, сондықтан алаяқтық деректері төмендеп қана қоймай, тіпті жоққа айналып десек болады. Қандай бір деректер келген күннің өзінде оның осыдан 2 жыл бұрын болғаны анықталады. Соңғы өзгерістерге сәйкес микрокредиттер бойынша сыйақының шекті мәні 25%-дан 20%-ға төмендеді. Сондай-ақ бір күндік мөлшерлеме енгізіліп, қаржы ұйымдары ай сайынғы реттеу есептілігін ұсынып отырады. Оны қауымдастық бақылайды. Ал нарық талаптарын бұзған ұйым қауымдастық құрамынан шығарылмақ. Нұрболат Жаңабекұлы, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.